Бүгінгі байрам да бір мазмұнлы байрам. Туысын айтуымыз керек. Hamma нәрсе ауызбіршілікке барып тақалады. Жасырмаймыз, елімізде істенетін жұмыстарымыз көп, машғалаларымыз бар. Содан ең бір үлкен машғалаларымыздың бірі бұл жастарымызды жұмыспен тәмінлеу. Оларды жұмыспен тәмінлеу үшін бірінші нәубетте үлкен заводлар керек. Үлкен заводларды құратын өздерімізде іс-бермелеріміз елі аз. Оның үшін облыстардан болмаса шетелдерден үлкен инвесторлар келу керек. Инвесторлар келу үшін кешегі дейміне алтын заводларды құру үшін оларға сол аймақта имканият жаратылған болу керек. Бұған құрметлі президентіміз Өзбекстанымыздың басқа аймағында болмаған жеңілдіктерді беріп қойып Қарақалпақстанға. Екінші, олар келіп арқайын су жерге пұл тігу үшін елде ауызбіршілік болу керек. Қарақалпақстан бұл көп миллетлі регион. Хаттекі сондай шаңырақлар бар, сол шаңырақтың өзі көп миллетлі. Соның үшін бүгінгі байрамның тек арғы мазмұны осындай ауызбіршілікті көзіміздің қарашығымыздай асырауымыз керек. Сонда ғана һәммесі болады. Рахмет.